Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сахна қызықтары. Мақсаты жаңа сөздермен танысу, диалогты түсініп оқу. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Забавные случаи на сцене». Және де бүгінгі өтетін жаңа сөздер сазгер, композитор, көрермен, зритель, қазылар алқасы, жюри, тілші, корреспондент, болашақ, будущее. Енді жаңа сөздерді сурет арқылы қайталап, есте сақтаймыз. Сазгер, көрермен, қазылар алқасы, тілші. Жарайсыңдар балалар, жаңа сөздерді сөздікке жазамыз. Енді келесі мына суреттерге қарап, бірнеше сөйлем құрап жазамыз. Ребята, перед тем, как мы начнем читать текст, посмотрите на картинку и составьте несколько предложений. И запишите его в тетради. Енді келесі екінші тапсырма диалогты оқу. Балалар, диалогты бірге оқимыз. Балалар, бүгін сендер тамаша өнер көрсеттіңдер. Өскенде кім боласыңдар? Сахнада өнер көрсету маған ұнайды. Болашақта актер боламын. Маған да сахнада ән айту өте ұнайды. Мен болашақта әнші және сазгер боламын. Сахнада өнер көрсету қиын ба? Жоқ, қиын емес. Бірақ мен бүгін сахнада құлап қала жаздадым. Ал менің сақалым түсіп қала жаздады. Қазылар алқасындағы адамдарды танисыңдар ма? Әрине, олар өте танымал сазгерлер мен әншілер ғой. Жақсы балалар, диалогты тағы бір мәрте оқимыз. Ребята, еще раз самостоятельно прочитайте диалог и постарайтесь понять его содержание. Енді келесі мәтіндегі етістіктер бойынша өткен шақ формасын қайталаймыз. Ребята, сегодня будем повторять глагол в прошедшем времени. Ол үшін мына кестені оқимыз. Мен сахнада сөзімді ұмытып қала жаздадым. Сен сахнада сөзіңді ұмытып қала жаздадың. Сіз сахнада сөзіңізді ұмытып қала жаздадыңыз. Ол сахнада сөзін ұмытып қала жаздады. Ребята, обратите внимание на основу глагола, на суффикс прошедшего времени и на окончание. Жақсы, енді үй тапсырмасы. Мәтінді оқып, мазмұны бойынша сурет салу. Ребята, вам нужно прочитать текст и нарисовать рисунок по его содержанию. Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.